Ассалаумағалейкум қазақша бокс арнасының көрермендері. Бүгінгі видеомызда өзі сынса да рух сынбайтын қазақ боксшысы Жанат Жақиянов жайлы айтатын боламыз. Не үшін өзі сынса да рух сынбайтын деп айтқанымыздың себебін білесіздер ме? Білмесеңіздер видеоны соңына дейін тамашалаңыздар және каналға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Жанат Жақиянов 1983 жылы солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданына қарасты Благовещенко ауылында дүние есігін ашқан. Бокспен алғаш 11 сыныпта сынары Азамат екеуі айналысып бастаған. Кәсіпқой бокста 29 рет рингке көтеріліп, 27-сін жеңген және 18-ін нокаутқа жіберген. Қазақ боксындағы ең бір бағаланбай қалған боксшы десек болады. Жақияновқа қолдау білдіргендер аз болса да, ол өз жолынан тайынбай 2017 жылы әлем чемпионы атағы үшін таласады. Бұл кеште Жанаттың қарсыласы американдық Роши Уоррен атанады. Роши Уоррен ол кезде WBI және IBO тұжырымдарында әлем чемпионы болатын. Жекпе-жектің бірінші раундында Роши Жақияновты қатарынан 2 рет нокдаунға түсіреді. Барлық ойлады, осымен бәрі бітті, Жақиянов жеңілді деп. Қуаныштарында шек болмады. Алайда біз қазақ жауынгерлердің ұрпағы екенімізді ұмытқан сияқты. Жанат намысқа тырысып, бар күшін жинап, аяғынан нық тұрды. Осылайша 3-ші раундта Жанат Жақиянов Роши Уорреннің өзін нокдаунға жіберді және де жекпе-жектің тізгінін өз қолына алып, американдық қара баланы өз жанкүйерлерінің көзінше сабап, әлем чемпионы атанды. Осыдан кейін өз атағын қорғау үшін тағы бір жекпе-жек өткізді. Алайда өкінішке орай жеңіліс табады. Бірақ та қарсыласы допинг тест өтпегені белгілі болды. Бұл жөнінде Жақияновтың командасы WBI, IBO тұжырымдарына наразылықтарын білдіргенімен, олар бұған еш мән бермей, жауапсыз қалдырады. Осындай әділетсіздікке душар болған Жанат Жақиянов 2018 жылы спорттық мансабын аяқтады. Осымен біздің бүгінгі видеомыз өз аяғына жетті. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы елден бақ пен қызыр қашпасы екен деп тіле